Барлықтарыңызға сәлем, мен Құмарова Шұғыла. Сіздерге кинезиология жаттығуларын жасауды үйрететін боламын. Ендеше жаттығуларға көшейік. Бірінші жаттығу – қуат. Суды баяу, асықпай, бірнеше жұтым жасап ішеміз. Жұтпас бұрын соңғы жұтымды ауыз қуысында шамалы секунд ұстаймыз. Судың температурасы бөлме температурасына сай болуы қажет. Су ішкеннен кейін барлық оқу дағдылары жақсарады, әсіресе бақылау жұмыстың алдында немесе мүмкін болатын стресстің алдында ішкен абзал. Екінші жаттығу – айқындық. Бір қолымыздың екі саусағымен бұғана сүйектен төмен орналасқан оң және сол жағындағы екі нүктеге қойып жайлап уқалаймыз. Екінші қолымызды ішімізге қоямыз. Егер нүктені таба алмасақ, онда қолымызды бұғана сүйекке қоямыз. Үшінші – белсенділік. Қолымыз бен аяғымызды бір-біріне қарсы бағытта бір уақытта қозғалтамыз. Қолымызды тізеге тигізуге болады. Тіземіз алдымызда жан-жақты бұрылмауы тиіс. Ал іштің бұлшықеттері күштеуді сезінеді. Бұл жаттығу есте сақтау процесін белсенді етуге, зейінді шоғырландыруға, барлық дене қозғалысының координациясын дамытуға мүмкіндік береді. Төртінші – позитивтілік. Қолымызды алдымызға созып, аяғымыз бен қолымызды айқастырамыз да, алақанымызбен бекіністі жасай отырып, қолымызды кеуде тұсына қоямыз. Тілімізді жоғары, яғни таңдайға тигіземіз. Көз қарашығымызды жоғары қаратамыз, басымызды қалыпты жағдайда ұстаймыз. Баяу дем алып, дем шығару кезінде тілімізді төмен түсіреміз. Бесінші – позитивтілік. Аяғымызды бір-біріне қатарластырып, яғни параллель, шамалы ара қашықтықты сақтай отыра орналастырамыз. Екі қолымыздың саусақтарын бір-біріне түйістіріп, үйшік жасаймыз. Дем алу кезінде тіліміз жоғарыға, дем шығару кезінде төменге бағытталады. Баяу дем аламыз, көз қарашығын төменге бағыттаймыз. Бұл жаттығулар тынышталуға, көңілді жайландыруға және дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі. Келесі жаттығуда басымызды оң және сол иыққа шұғыл түрде қозғаймыз. Артынша алдыға және артқа шұғыл қозғаймыз. Келесі жаттығуда мысықтың дауысын дауыстап айтып, айту барысында бетімізді уқалаймыз. Бұл жаттығулар сіздерге пайдасын тигізеді деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.